Тақырып describing people, адамдарды сипаттау. Exercise number 1. Look at the photo. What has Sally got on her computer? Суретке қарап, Sally'дің компьютерінде кімдер бар, соны айтуымыз керек. Жауап. Sally has got cousins photos on her computer. Оның компьютерінде Sally'дің кузиналарының суреттері бар. Exercise number 2. Listen to the dialogue. Which people in the photo are Leo and Olivia? Choose from A to D. Бұл жерде диалогты тыңдаймыз, және де бұл суреттердің ішіндегі қайсы Лео and Оливия дейді. A-дан D-ға дейінгі әріптерден таңдайтын боламыз. Диалогты аударатын болсақ, Hey Tom, look, I have got some photos of my cousins. Hey Tom, қарашы, менде кузиналарымның бірнеше суреттері бар. Where? Қайда? Here, осында. Their names are Vicky, Livia, Jake and Leo. Олардың есімдері Vicky, Livia, Jake and Leo. Leo's my favorite. Лео менің сүйікті кузинім. He's got dark hair and brown eyes. Оның қара шашы және де қоңыр көздері бар. That's a nice photo. Жақсы сурет екен. Which one is Vicky? Бұлардың қайсысы Vicky? She's the girl with fair hair. Оның блондинка шашы, ақшыл шашы бар. She looks nice. Ол әдемі екен. Yes, she's very funny. Ол өте күлкілі. Vicky A, Livia B, Jake C, Leo D. Exercise number 3. Practice the dialogue. Бұл жерде диалогты сыныптастармен бірге оқып практика жаса дейді. Exercise number 4. Study the key phrases. Who says each phrase? Listen and check. Бұл жерде key фразалар берілген. That's a nice photo. Which one is Vicky? She is a girl with fair hair. She looks nice. Осы key фразаларды есте сақтаймыз. Exercise number 5. Look at the photos below and the phrases in the box. Who's who? Practice mini dialogues. Бұл жерде key фразаларды қолдана отырып, және де бокстың ішіндегі сипаттамаларды қолдана отырып, біз астындағы 4 баланың сипаттамасын жазатын боламыз. For example, which one is Millie? Мыналардың қайсысы Millie? She is a girl with brown eyes and long dark hair. Ол қыз, көздері қоңыр және ұзын қара шашты дейді. Дәл осылай қалған балаларға да сипаттама жазатын боламыз. Exercise number 6. Look again at the dialogue in exercise 1. Choose a group of people you know from the box. Imagine that you are showing a photo of the group to a friend, practicing a dialogue with a partner. Бірінші жаттығуда диалогқа қарай отырып, бір топ сурет таңдаймыз, және ол суретте кімді таныстырасың, осы бокстың ішіндегі адамдардың бірін айтуға болады. Сонда сен өзіңнің тобыңдағы адамдарға таныстырып, диалог құрайсың. Ал бұл саған кішігірім мысал болсын. Видео сізге пайдалы болса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.